Assalomu alaykum do'stlar. Bizga yozuvdi janada bir gana like tugmasini bosishni unutmangiz. Putin hujjatga munay bag'asining jo'g'ari chegini yengizilganini javob retinde qo'l qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevda ellerning munay va munay өнімдерінің бағасына жоғары шектеулер енгізуіне байланысты арнайы шаралар туралы жарлыққа қол қойды. Тиісті құжат құқықтық ақпарат порталында жарияланды. Оның сөзіне қарағанда, келісім шарттары тікелей немесе жанама түрде шығын шегі көрсетілген болса, құжат мұнай жеткізуге тыйым салады. Бағаның шекті деңгейінен төмен мұнай жеткізу тыйым салу 2023 жылдың 1 ақпанынан бастап күшке енеді және келесі жылдың 1 шілдесіне дейін әрекет етеді. Мұнай өнімдерін жеткізуге тыйым салу күшін үкімет белгілейді. Жарлыққа сәйкес президент тыйым салынған мұнай мен мұнай өнімдерін бағаның жоғарғы шегінде жеткізуге арнайы рұқсат бере алады. Премьер-министрдің орынбасары Александр Новак өткен аптада Мәскеу ресейлік энергетикалық ресурстарға баға шегіне жауап ретінде мұнай өндірушісі ишара тәуекеліне шамамен 500 мыңнан 700 мыңға баррель қысқартуға қабылдауға дайын екенін айтты. Оның айтуынша, бұл жалпы соманың шамамен 5-7%. Үстіміздегі жылдың 5 желтоқсанда батыстық мұнайға қарсы санкциялары күшіне енді. Еуропалық одақ теңіз арқылы тасымалданатын ресейлік мұнайды қабылдауға тоқтатты. Ал G7 елдері Австралия және Еуропалық одақ теңіз көлігімен бағасын барреліне $60 деп бекітті. Қымбат әкелуге және сақтандыруға тыйым салынады. Қайыр сау болыңыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.